Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен Pascal программалау тілінде қайталау операторына кірісетін боламыз. Алдымен қысқаша теориялық бөліміне тоқталатын боламыз. For параметрлі цикл операторы. Егер алгоритмде қайталау саны алдын ала белгілі процесті ұйымдастыру қажет болса, онда параметрлі цикл операторы қолданылады. Жалпы қайталау операторы Pascal программалау тілінде үшеу. For алдын ала қайталау операторы while, do while, repeat until. Үш қайталау операторының қасиеттері үш түрлі. Бүгін біз соның ішінде for операторымен танысатын боламыз. Оның синтаксистік диаграммасы былай келеді. For сөзінен кейін цикл параметрі кетеді, одан кейін тең белгісі қойылады. Яғни меншікті операторы өрнек бірінші кетеді. Егер өспелі болатын болса to, кеммелі болатын болса down to болады. Өрнек екі кетеді. Do сөзінен кейін операторлар орындалады. Ал жазылу форматы былай келеді. For цикл параметрі жаңағыдай меншіктеу n1 to n2 do. Қазір осының барлығымен жеке-жеке танысып көретін боламыз. Цикл денесі бұл егер төмен қарап жүретін болса down to, кеммелі болатын болса down to, өспелі болатын болса to сөзі қолданылады. Мұндағы for дейтін үшін, to дейін, do орындау, резервтелген сөздер. Цикл параметр дегеніміз тырнақшадағы циклді басқару айнымалысы интежер типті немесе кез келген реттелген типтер болуы мүмкін, немесе string char болуы мүмкін. n1, n2 дейтін цикл параметрдің бастапқы және соңғы мәндер, яғни n1 дейтін бастапқы, n2 дейтін соңғы мәндер болады. Типі циклді басқару айнымалысымен сәйкес. For операторының орындау тәртібі. Ең алдымен бастапқы мән есептеліп, цикл параметріне меншіктеледі. Содан кейін мына әрекеттер қайталанады. Цикл параметрі одан кейін n2 шарт тексеріледі. Егер шарт орындалса, онда деп келесі денелер орындала бастайды. Қазір әр қайсымен жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз. Қазірше теориялық бөлімін айтып өтеміз. Цикл денесінде оператор орындалады. Цикл параметріне бір қосылып, бірінші пунктқа оралады. Down to болса цикл параметрі таңбасы кіші қарап, төмен қарап жүреді дегенді білдіреді. Егер шарт орындалмаса, онда for операторы жұмысын аяқтайды. For операторы нені анықтайды? Басқарушы айнымалы мәндердің өзгеру диапазонын және цикл ішінде оператордың қайталау санын анықтайды. Айнымалы мәннің өзгеру бағытын өсу немесе кемуін анықтайды. Әрбір қайталану сайын орындалатын іс-әрекеттерді анықтайды. Мына жерде бір мысалдар берілген, бірақ біз бұл емес, біз басқаша бір қарапайым мысалдарды қарастырып көрейік. Мысалдарды бітіріп болғаннан кейін біз сіздермен берілген есептердің ішінен бір екі-үшеу бір оңайлау түсінікті деген есептерді қарап көретін боламыз. Осы аталған бір видеоның ішінде осы for операторын толығымен аяқтап кетуді жөн санадық, себебі бір for операторына қатысты 10 есептер шығуы мүмкін, бірақ соның барлығын бір видеоға жинаймыз. Мүмкін видео сәл ұзақ болуы мүмкін, бірақ бір видеода аяқталып кететін болады. Онда бастаймыз. For операторын кез келген компиляторда жазуға болады. ABC-да, FreePascal-да немесе Delphi-дің консольды режимінде жазуға болады. Біз бүгін ABC Pascal-ды қолданып көреміз. Әрине, кез келген компилятор қолдануға болады. Бастаймыз. UseCRT модуль айнымалы var. Қазір түсіндіретін боламыз. Integer begin for оператор кетеді дедік. 1 to 10 do сөзінен кейін write ln hello world. Read ln end. UseCRT қолданатын болсақ Shift F9 пернесін басамыз. Сонымен біздің exe форматындағы приложениеміз алынды. Енді for операторында тағы да қарапайым қазақша бір анықтама беріп кететін болсақ, for операторы қайталау саны алдын ала белгі, яғни нешеге дейін қайталайтыны көрініп тұр, 10-ға дейін қайталанады. For операторы бірден бастап, яғни to болатын болса өспелі, down to болатын болса кеммелі түрде жүреді. Бұл жалпы неше рет қайталау керек екенін анықтайтын мысал алып қарайтын болсақ,
автобус деп санайтын болса, автобус студенттерді немесе оқушыларды бір жерге алып бару керек болатын болса, ол 10 рет алып барады, бірден 10-ға дейін. Бірақ міне do сөзінен кейін ол не алып барып жатыр, ол оған қызық емес. 10 рет апару керек па? 10 рет апару керек. Бірақ не апарып жатыр, ол не үшін керек, программа оған мән бермейді. Негізі for оператордың қызметі қайталап береді болды. Do сөзінен кейін екі немесе одан көп оператор келетін болса, begin end жақшасы қолданылады. Әрине бізде қазір оператор біреу болғандығы үшін біз begin end жақшасын қолданған жоқпыз. Демек, for операторы қайталайды, бірақ не қайталайтын белгісіз. Түсінікті деп ойлаймын. Ал мына жерде тағы да сол туралы айтылған. Әрине бұл нақты бір теориялар, ал жалпы тілмен алғанда цикл параметр дейтін бізде i тең болады біріншінен to 10-ға дейін to орындалады. Оператор менде қазір write-len қызметі орындалып тұр. Негізі қысқаша for оператор туралы анықтама осы. Енді бір толық түсінікті болу үшін қысқаша бір қарапайым есептер немесе мысалдармен бекітіп көрейік. Енді мысалға, егер мына жерде бізде 100 келетін болса, Shift F9 неше оператор орындалған нақты білу қиын. Сол үшін де қазір былай жасауға болады. Біз білеміз, write-len операторының қызметі екеу. Апостроф қалынған сөзді өзгертіп экранға шығарады және де есептің мәнін жауапқа шығарады. Қазір бізде i-ді шығаратын болса, тек қана i апостроф hello world жіберетін болсақ, Shift F9-бен. Міне бізде компилятор қалай орындалады? Бірінші, do сөзінен кейін write-len i шығады, i менде бірге тең бірінші. Одан hello world шығады да, end сөзінен кейін цикл екінші рет қайталанады, яғни бірге артып отырады. Екі тексеріледі, екі 100-дің ішінде жатады, онда цикл екінші рет орындалады да, i менде жаңа бір шыққан еді, енді екі шығады. Екі жаңа hello world. End'ға барған дейін қайтадан қайтады, бірге артыда 3 болады, сонымен осылай 100-ге дейін hello world экранға шығып отыр. Әрине бұл for операторына қатысты ең алғашқы есеп бізде былай келеді. Бірден 100-ге дейінгі сандарды экранға шығар дейтін болса, дәл осылай Shift F9-бен бірден 100-ге дейінгі сандарды экранға шығады. Әрине цикл операторын білмейтін болсақ, бұл сандарды экранға шығару керек болатын болса, біз 100 клавиатурадан енгізуіміз керек болар еді. Ал down to болатын болса, ол төмен қарап жүру деген сөз, бұл енді керісінше жүреді, 100-ден 1-ге дейін, немесе кез келген саннан кез келген санға дейін. Ол міндетті емес, бірден басталуы, қазір есептеп тексереміз. Бір 10-нан, 20-дан, 5-тен басталып кетуі мүмкін. Болған есептер бар. Әрине бұл қазір біз үйренген сандарымыз 1-ден сол 10-ға дейін. Бізге қысқаша түсінікті болу үшін i дейтін нақты сан жаңа айттық. Осымен for оператор қысқаша мысал осы. Енді кішкене күрделендіре бастаймыз. For операторын білгеннен кейін біз жаңа айттық. For операторы бір санды қайталайды, неше рет қайталайды, бірақ не қайталап жатқаны оған маңызды емес. Егер олай болатын болса, біз write-lenның қызметі екеу. Апостроф қалынған санды өзгертіп экранға шығарады. Олай болатын болса, кез келген санды көбейту кестесін экранға былай шығаруға болады. Мысалыға 7 саны апостроф өтір көбейтілген өтір ретмен шығарып көрейік. 7 сан экранға шығарайық. 7 10 рет шықты. Өтір тағы апостроф көбейту тексеріп көрейік. Көбейту. Одан кейін өтір енді осы жерге итайын жіберетін болсақ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 өтір апострофқа тең жіберетін болсақ, Shift F9 көбейту кестесіне ұқсап келе жатыр. Өтір итая көбейтілген 7. Shift F9-ның алдарыңызда 7-нің көбейту кестесінің программасы құрылды. Әрине бұл өте қарапайым. Кез келген санның орнын ауыстырып 9 қойып, алдына 9 қойып жіберетін болса, бұл біздің 9 санның көбейту кестесі шығады. Үшінші жалпы осы for оператор for внутри for, яғни for ішіндегі for дейтін бар. Бір есепте мыңдаған for қолдануға болады. Ол есептің берілуіне байланысты. Қазір біз екі forды қолдану арқылы көбейту кестесінің программасын құрып көрейік. Көбейту кестесі әрине 1-ден 10-ға дейін
do beginді алып тастай салайық әзірше. Write-ленді алып тастайық. For 1-ден 10-ға дейін. Екінші for бар. G тайы бұл. G, 1, 2, 10, do. Ден кейін write-len біз аламыз енді. I тайы бірінші кетеді, үтір. Одан кейін көбейтілген, үтір, үтір, G тайы. Тексеріп көрейік не болатын. Do, Shift, F9. Қазір бізде программа былай орындалуда. 1 көбейтілген 1-дің 10-ға дейін көбейтілсе, 2-ның 10-ға дейін көбейтілсе, енді бізге тең жетпей тұр. Үтір, апостроф, тең, Shift, F9. Тең енді екеуінің көбейтіндісі. I тайы, үтір, I тайы көбейтілген, G тайы. Shift, F9. Қазір бізде 1-ден 10-ға дейінгі көбейту кестесінің программасы құрылып тұр. Енді әрбір ортасы біткеннен кейін әрине апостроф жіберуге болады. Егер қателеспесем, ол үшін begin and бірінші for'дан кейін бір write-len жіберілсе болатын шығар. Енді оны эксперимент жүзінде көруге болады. Әрине дұрыс емес. Жалпы оны или мына жерде қоюға болады. Оны эксперимент жасау арқылы білуге болады. Қай жерде цикл нешінші рет қайталанып жатыр, қай кезде нешінші рет қайталанбай жатыр деген сияқты. Write-len просто так Shift F9. Міне енді кішкене дұрыс болған сияқты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі бір есептерді айтатын болсақ, факториал деген нәрсе бар есепте. Қазір оны анықтамаларды ашып қарайтын болсақ, бәлкім ол туралы бір есеп келуі мүмкін. Бұл емес, бұл down төмен қарап жүріп жатыр. Бұл емес. Әрине, онда есеп нәтижесінде көрсетілмеген екен. Факториал деген біз жалпы білеміз. 1-ден 10-ға дейінгі сандардың қосындысы 55. 1-ден 100-ге дейінгі сандардың қосындысы 1 қосылған 2 қосылған 3 қосылған 4 қосылған 5. 1-ден 100-ге дейінгі 550 деген сияқты сандардың факториалы болады. Факториал дейтін сол сандардың көбейтіндісі. Мысалға 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5, яғни 1-ден 5-ге дейінгі сандардың факториалы неше екенін білу үшін осы for операторымен шығаруға болады. Ол үшін қазір жасаймыз 1-ден 5-ке дейін. Ең басында қазір жазып алайық, сосын түсіндіреміз. G ең басында тең болады 1-ге. Одан кейін циклдың ішінде do сөзінен кейін begin жіберейік. 2 немесе оператор орындалады қазір бізде. And G тең G көбейтілген I тайы. Write-len I тайы, үтір, апостроф, факториал бізді білеміз, мынандай әдетпен белгіленеді. Апостроф, тең, үтір, G тайыға. Тексереміз. Мына жерде қате кеткен болуымыз мүмкін. I тайы, үтір, апостроф, Shift, F9. 1-дің факториалы 1, 2-ның факториалы 2, 3-дің факториалы 6, 4-дің факториалы 24, 5-дің факториалы 120. Әрине бұл көбейтіндісі. Ал егер 10 болатын болса, Shift F9 осынша санға тең екен. Факториал деген жаңа айттық, сол санның көбейтіндісі. 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген 10-ға дейінгі сандары көбейтіндісі факториал. Ал мына жерде ең басында G 1-ге тең болу себебі цикл 10 рет орындалады. Жаңа айттық, неше рет орындайды маңызды емес, бірақ орындай береді. 10 рет орындайды, оның ішінде біріншісінде G 1-ге тең,
1-ге тең көбейтілген ең біріншінде 1. Яғни g-дің мәні 1. Бірінші факториалда g 1-ге тең. Тексереміз. Shift F9. Міне, бірінші факториалда g тең 1-ге. Цикл екінші рет орындалады. Екіншінде уже бізде i 2-ге тең болады. i-міз 2-ге тең, g-міз 1-ге тең. 1 көбейтілген 2, g мәні 2 болады. Экранға 2 шығады. 2 шыққанда 2 шығады. Shift F9. 2 шыққанда бізде міне 2 шықты. Енді 2, 3 болады. G менде 2-ге тең, I менде 3-ге тең. 3 көбейтілген 2, G тең 6-ға. 3-ші факториалда тең болады 6-ға. 4-ші факториалда G көбейтілген 6 көбейтілген 24-ке. Дәл осы әдіспен факториал орындала береді. Сол үшін ең басында G менде 1-ге тең болды. Ал егер екеуінің қосындысын табатын болсақ, онда G изначально тең болады 0-ге. 1-ден 10-ға дейін сандардың қосындысы 55 болу керек еді. Онда экранға көбейту емес, қосу. Shift F9 55. 1, 3, 6, 10, 15, 25, 28, 45, 55. Міне осылай факториал, көбейту кесте немесе кезген сандардың өсу, кему дәрежесін шығаруға болады. Келесі бір көбейту кестенің екінші түрі матрица ретінде орналасқан көбейту кестесін келтірейік. Бұл да жаңағыдай i-та мен j-та келеді. Бәрін алып тастайық. For g 1 to 10 do келетті. Write i-та көбейтілген j-та тек қана. Одан кейін әрбір циклдан кейін бізге write ln бір апостроф жіберіп отырады. Осымен болуы да мүмкін. Тексереміз. Shift F9. Енді дұрыс болу үшін do сөзінен кейін begin және write ln сөзінен кейін end үтірнікте. Shift F9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді i-та мен j-тадан кейін әрбір циклынан кейін қатардан кейін біз 5 апостроф орын қалдырып отырсақ, кішкене орындар ашылады. Міне бізді көбейту кестенің матрица түрінде келген форматы. 5 көбейтілген 6 30, 9 көбейтілген 8 72 деген сияқты. Әрине бұл жердегі циклдарды үлкейтуге болады. 20-да 20 деп беруге болады. Әрине ондай таблица бізде жоқ. Бірақ жасай беруге болады. Әрине біздің таблица немізге симмай тұр. Негізі болады. 10 қайт орнына келтіреміз. Бұл енді біздің көбейту кестенің басқаша бір форматы. Енді бір дұрыс болу үшін есептердің ішін ақтарып қарап көрейік. Бізде не сұрайтындарын. Бірінші есеп 1-ден 20-ға дейінгі сандардың квадраттан экранға шығару дейді. 1-дің квадраты 1, 2-дің квадраты 4, 3-дің квадраты 6, 4-дің квадраты 3-дің квадраты 9, 4-дің квадраты 16 деген сияқты болуы мүмкін. Жасаймыз, яғни цикл бізден 20 рет қайталауымызды сұрайды. For i 1 to 20 do. Write ln. i-таның бірінші экранға шығарамыз. Не екен? Үтір апостроф sqr деп алайық. Оның квадраты екен айтамыз. Үтір sqr i-та әрқайсының квадраты, наверное, мүмкін болды. F9. Ортасын ашайық. sqr тең или квадраты деп жазайық. Түсінікті болсын. Квадраты. F9. 1-дің квадраты 1, 2-дің квадраты 4, 3-дің квадраты 20-ның квадраты 410-ның квадраты 101-ші есеп аяқталды. Ура! Екінші есеп мына өрнектің мәнін есептеу программасын құр дейді. Бла ол чересшір оңай. 3-ті қарайық. Y-тің мәні x-тің 4, 5, 6, 28-ге дейін дейді. Онда біздің цикл сұрап тұр 4-тен бастап 28-ге дейінгі сандардың Y-тің мәні, яғни Y менде
5 бүтін келетін болса, онда бізде y-тің мәні real. Қосымша бір айнымалы жүктеймін. Y типі real. Ары қарап кетеміз. Кішкене көтереміз. Одан кейін енді қарайтын боламыз. Y 28-ге дейін do сөзінен кейін begin end енді есепті қараймыз. Y тең 2 көбейтілген t квадрат дейді. Мұндағы t деген x плюс 2-ге тең. SQR t-міз бізде x плюс 2. X-міз бізден 4-тен 28-ге дейін қайталайды. Демек, i-міздің орнына x болып жазылады. X. Бұл жерде әзірше GT бізге керек емес. X және Y. X-тің әмінен өшіре салайық. Y 2 көбейтілген SQR X плюс 2-нің квадраты плюс 5/5 көбейтілген t дейді. T бізде тағы да x плюс 2-ге тең. Оны бір жақшаға бөлек. 5/5-ті бөлек бір жақшаға алайық. Минус 2. Осымен цикл аяқталады. Write ln. Бірінші x-ті көрейік экранға. Апостроф тең y диапазон 2/2 деп берейік. Бірінші екіміз үтірге дейінгі сандарды көрсетеді. Екінші екіміз үтірден кейінгі сандарды 2 санын экранға шығарады. Тексеріп көреміз. Қате бар ма жоқ па тексереміз. Shift F9 мінтір 28 дейін қайталады. 4-тен бастап біріншінде 103 бүтін 135, 134, 170, 209. Яғни y-тің мәндерін x-тің осындай мәндер үшін есептеп бердік. Осымен тағы бір есеп аяқталады. Келесі есеп 7-ге көбейту кестесін құр. Біз жаңа оның 7 көбейту кестесін for operator түсіндірген кезде шығарған болатынбыз. Келесі есеп. Қазіргі доллар курсына сәйкес 1-2-20 ақш долларын теңгеге ауыстыру кестесін құр дейді. Курстың мәні клавиатурадан енгізеді. Әрине қазір курс 355-ге тең бір теңгеміз. Енді соны 20 долларға дейін неше болатын есепте беруіміз керек. Яғни жарайды x және y деп алайын. Жарайды y немесе gt деп алайын. Мен осы сандарға үйренгенмін. Келесі y менен сұрап тұр 1-ден дейді. 20 do. Бегенен алдым менен курсты енгізуімді сұрап тұр. Write ln. Курс енгіз. Үтір теңге. Тең. Read ln. Write ln. GT-ін енгізем. Сонымен 20-ға дейін қайталайды. Қайталағанда менде write ln болады. И долларым әрбір мысалға 1 долларым өтір 2 долларым деген сияқты доллар тең өтір ит көбейтілген жт өтір апостроф теңгеге тең. Shift F9. Курс енгіз дейді, теңгелей. 355 курс. 1 долларым 355 теңге, 2 долларым 710, 20 долларым 7100 теңге. Не деген ақшаның құны жоқ, доллар 2 пробел жіберейін. Курс егер 20 теңге болғанда 20 долларым 400 теңге болар еді. Әрине, осылай есептерді шығарып кете беруге болады. Осымен for операторына жалпы кіріспен аяқтауға болады. Қалған есептерді шығарып көремін десеңіздер, мына жерде
17 есеп берілген. Әлі шықпаған есептер ішінде бар. Егер түсінбеген жерлер болатын болса, комментарийға жазыңыздар. Бұл әрине for оператор туралы қысқаша видео сабақ. Мүмкін болса, келесі сабақтарда басқаша екінші қайталау операторын қарастыратын боламыз. While қайталау операторымен танысатын боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.